Махаббат ертегісі 14 бөлім. Бүгінгі бөлімде көретіндеріңіз Махир анасын Жанфезаны алады да атасының үйінен кетіп қалады. Себебі Махир Сылаға үйленбеймін деп нақты шешімін айтады. Мен сендерге ойыншық емеспін, менің өзімнің сүйген қызым бар деп айтады. Мені 30 жыл қалай іздемесеңдер, енді де солай іздемеңдер деп үйінен шығып кетеді. Олар теңіздің жағасына барып шай ішіп отырады. Үшеуі кең далада рахаттана отырып шай ішіп отырады. Бірақ Махир мен Жанфеза іштей алаңдаулы еді. Себебі олардың артынан бір емес, енді екі адам іздейтін болды. Екеуі сыртқа қарай шығып, әңгімелесіп, құшақтасып, бір-бірін жұбатып жатады. Сыланың атасы үйлеріне барып, әкесі мен Сыланы ұрсып жатады. Егер үйленбейтін болса, мен бәріңді қырып жоямын деп айтады. Ал Сараға болса, сол сәтте Махирдің апасы звондап жатады. Ол Сәлім туралы ақпарат біліп алмақ болып, Сәлім туралы әңгіме қозғағанда, Сара ашық ауызданып, Сәлімнің аты жөнін түгелдей айтып береді. Махирдің апасы оның аты жөнін жазып алады. Ал Рашид мырза болса, Хуршетті ауруханадан өзінің тығылып отқан үйіне қарай алдыртады. Екеуі бір-біріне ұзақ қарап қалады. Сол сәтте ол апасын көреді және екі қызметшісін көріп, жүрегі кішкене тынышталғандай болады. Апасымен құшақтасып, біраз уақыт мауқын басады. Ал Махир болса, дос екеуі Орханды іздестіріп жүрген еді. Орхан тағы да сытылып кетті деп екеуі бір-бірімен әңгіме айтып жатады. Хуршет мырза болса, Рашидтің Марис екенін мына жерде айтқысы келіп отырады, бірақ айтпайды. Басқа әңгімеге бұрып жібереді. Рашид болса, іштей күдіктеніп қалғандай болады. Махирдің әкесі Мехметті негізі өлтірген осы Рашид екен. Ал Хуршет болса, тек тапсырманы орындаушы болған екен. Рашид орнынан тұрып кетіп қалған кезде, оның артына қарап отырып, Хуршет, мен сені бәрібір дәлелдеп шығарамын, өзімді ақтап аламын деп айтады. Осымен 14 бөлім аяқталды. Жалғасы бар.